Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді осындай ерекше самсаның рецептімен тоқтай бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Кішкене қасықпен тұз саламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстінен қопсытқышымызды салып аламыз. Қопсытқышымызды кішкене ғана саламыз, көп керек емес, кішкене ғана жеткілікті. Енді осы сары майымызды ұнға аунатып, жақсылап үгітіп аламыз. Міне үгітіп алғанның үстінен осындай сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізді құйып, үстінен жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз әдемі болып үйленуі керек. Дәл осылай қолымыздың көмегімен жақсылап қамырды илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Кішкене қамырымызды тұрғызып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына ең алдымен жуылған етті дайындап қойдым. Сиыр етін ұсақтап, төрт бұрышты етіп көбіктеп турап аламыз. Міне етімізді турап алдық. Енді осындай майлы жерінен алып, дәл осында төрт бұрышты етіп турап аламыз. Екі дана картопымызды да дәл төрт бұрышты етіп турап аламыз. Міне картоптарды да турап алдық. Енді осының үстінен жуамызды турап аламыз. Жуамызды төрт бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Міне жуамызды да турап алдық. Енді барлық салмасын ыдысымызға қосып, үстінен тұзымызды, дәміне қарай бұрышымызды қосамыз. Самсаға арналған приправалар, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын, тек қана тұз және бұрышты, сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасын жақсылап араластырып аламыз. Міне дәл осылай араластырып дайындап қоямыз. Енді тұнып тұрған қамырымызды алып, дөңгелекшелерге төртке бөліп алдым. Енді осы қамырымызды дөңгелекше етіп жақсылап жайып аламыз. Міне қамырымыздың қалыңдығын қатты жұқа етіп жайып алмаймыз. Дәл осылай етіп жайып, пиаламызға дәл осылай етіп орналастырып аламыз. Енді осының үстінен салмамызды салып аламыз. Салмамызды толтырқылап сала береміз, көптеу қылып. Енді дәл осы салып алған салмамыздың үстінен енді қамырларымызды түйеміз. Жақсылап түйіп алу керек, бүгіп алу керек. Өйткені пісіп жатқан кезде салмасы төгіліп кетпес үшін, шашылып кетпес үшін жақсылап жан-жағын жақсылап бекітіп түйіп шығамыз. Міне қамырымды жақсылап түйіп алдым. Енді осыны қолымызбен осылай шығарып аламыз. Дәл осылай дөңгелекше болып, әдемі болып шықты. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Мен пергаментный қағазға салып қоя тұрдым. Пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді осыны дәл осында екінші қамырды да дәл осылай етіп жасап аламыз. Екінші қамырымызды да дәл осылай жайып, салмасын салып, жақсылап түйіп, дәл осылай шығарамыз. Өте әдемі болып шықты. Енді пергаментный қағазға қойып қоямыз. Қалған қамырынан дәл осылай ұзынша етіп, жұп-жұқа етіп өткізіп аламыз. Дәл осылай дайын болған қамырымызды енді осылай бір-біріне қаратып өріп аламыз. Міне дәл осындай түрге енді осыны самсамыздың үстіне орнатып шығамыз. Дәл осы видеодағындай орнатып шығасыздар. Өте әдемі болып көріну үшін дәл осылай етіп орнатып шығамыз. Міне орнатып шықтым. Енді осының қамырдың кішкентай бөлігін алып, осының үстіне дөңгелекше етіп жасап аламыз. Міне дәл осылай етіп жасап алдым. Өте әдемі, сүйкімді осындай самса шығады. Екіншісінде дәл осылай етіп жасап дайындап аламын. Осы қамырларымыздың үстіне, самсамыздың үстіне жұмыртқамызды жақсылап жағып шығамыз. 180 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз. Пеш әр қалай болғандықтан сіздер уақытына қарай дайындап көрсеңіздер болады. Міне пешке жіберемін. 50 минуттай, 55 минуттай тұрғызып алдым. Міне біздің өте дәмді әрі ерекше самсаларымыз дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте әдемі болып шығады. Біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт тексерілген. Қазақстанда осы рецептпен өзім дайындап жүрмін.
Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Менің бұдан да басқа каналымда неше түрлі самсалардың, неше түрлі тағамдардың, торттардың, декорлардың рецепттері бар. Кіріп қарап жасап көрсеңіздер болады. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.